Мемлекет басшысы ақшқа барады. Бұл осы аптаның басты оқиғасы. Дональд Трамп Қасым-Жомарт Тоқаевты C5+1 форматындағы саммитке шақырды. Кездесу 6 қарашада Вашингтонда өтеді. Орта Азия елдері жиында сауда және инвестиция, маңызды минералдық ресурстар және энергетика саласындағы ынтымақтастық бойынша әңгіме өрбітпек. Экономиканың алпауытына айналған Америка мен минералға бай Қазақстан қандай келісімге келеді? Кездесуден не күтеміз? Аружан Задабек сарапшылармен тілдесті. Біз геосаяси жағдай ушыққан, соғыс көбейіп, текетірес өршіп тұрған кезеңдеміз қазір. Аяғында алшаң басу қауіпті, аяқтан шалынсаң, бүтін бір мемлекет елдігінен айырылады. Мұндай кезеңде көршілермен тату болып, өзге елмен байланысты арттыру басты шешім. 3 күннен кейін өтетін саммит осы аймақ ынтымақтастығына жаңа серпін береді дейді сарапшылар. Бұл бір, екіншіден экономиканың жілігін шағып, майын ішкен ақшпен байланыс орнатып, сауда жасау кімге болмасын тиімді. Нарықта билеп отырған америкалықтардың қазір біздің жерде 630 компаниясы жұмыс істейді. Олардан түсіп отқан пайда көп, $100 миллиард инвестиция құйды. Бұл жиындағы негізгі көтерілетін мәселе бағамдап отқандағымызда инвестиция мәселесі, сауда мәселесі және де мынау осы минералдық ресурстарды игеру мәселесі басты тақырып ретінде алынуы болжанып отыр. Жалпы бұл бекер емес, себебі орталық Азия мемлекеттері біріншіден адами әлеуеті өте жоғары, екіншіден мынау логистикалық әлеуеті деңгейі өте мол, себебі орталық Азия шығыс пен батысты, оңтүстік пен солтүстікті дәнекер байланысты нығайтады. Қазір ақш пен Қазақстан қарым қатынасын түрлендіретін кезеңге қадам басқан. Дәлірек, орталық Азия Вашингтон үшін басым бағытқа айналды. Алдағы саммит соның дәлелі. Біздің ел стратегиялық маңызы бар минералдарға бай. Оның үстіне тау-кен өнеркәсібі Еуразиядағы ең әлеуетті салалардың бірі. Соңғы жылдары экономика 16%-ке өсіп, ішкі жалпы өнім 291 миллиард ақш долларына жетті. Америкалық компаниялар бұған қазірдің өзінде қызығушылық танытып отыр, әсіресе темір жол мен энергетика жобаларына ақша құюға дайын. Қазақстан үшін бұл жиын айтып өткендей инвестиция тартуға, жасыл экономиканы, өңдеуші өнеркәсіпті дамытуға, көп векторлы саясатты одан әрі нығайтуға мүмкіндік береді. Вашингтондағы саммит аймақ пен ақш арасындағы стратегиялық диалогты жаңа деңгейге көтеріп, өңірлік тұрақтылықты экономикалық дамуына серпін беретін маңызды оқиға болады. Қазақстан сирек металдарға бай, Азия бойынша бірінші орында тұр. Қазір оған дәмелі ел қатары көбейген. Ал оны жаһанға шығаруға әлеуметіміз әбден жетеді. ақш-қа да керегі осы. Демек, бұл басқосуда ірі келісім жасалуы әбден мүмкін дейді сарапшылар. У нас отношения... Бізде барлық сала бойынша байланыс бар. Ең бастысы инвестиция, технология бағыты бойынша оң нәтиже байқалады. Бұл біз үшін өте маңызды. Қазақстан ақш үшін орталық Азияға есік бола алады. Қыркүйекте президент Нью-Йоркке барған еді. Сол кезде де инвестор тарту мәселесі қозғалған. Қазақстан бұған дейін өзінің бейбіт ұстанымы бойынша талай көзге түсті. Елдің тұрақтылыққа ұмтылуымен бейтарап көзқарас ұстануына біраз әлемдік сарапшы оң баға берген. Ал орталық Азия жай ғана географиялық кеңістік емес, ынтымақтастық және дипломатияның орталығы. C5+1 форматындағы мұндай жиынның мақсаты да осы. Байланысты нығайтып, серіктестікті арттыру. Саммит алғаш рет өткелі тұрған жоқ, бұл екінші басқосу. Аружан Задабек, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.